Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бокс жаңалықтары видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Сол үшін арнаға тіркелеміз, видеоға лайк басамыз. Алимханұлы, мен Канело жекпе-жегі қатысты мәлімдеме. Әйгілі қазақстандық боксшы Геннадий Головкиннің бұрынғы бапкері Абел Санчес орта салмақтағы қазіргі әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлының екінші орта салмаққа өтуі және әлемдік бокста басты жұлдыздардың бірі мексикалық Саул Канело Альвареспен кездесу үшін қажетті физикалық параметрлер бар деген пікірді білдірді деп хабарлайды. Әлімханұлы мен Канело жекпе-жегіне қатысты мәлімдеме. Беделдік The Ring басылымына берген сұхбатында Санчес Жәнібектің жаңа мүмкіндіктері мен қызықты қарсыластар ашылатын ауыр санатты бәсекеске түсуге жеткілікті, әсіресе өлшемдермен бар екенін атап өтті. Жәнібек ірі жігіт, екінші орта салмақ оның мүмкіндігіне сай. Егер ол бір кездері Геннадий сияқты орта салмақты өнер көрсететін болса, ауысу оның масабындағы логикалық даму болады. Мен оның Канеломен жекпе-жегін көруге қуанышты болар едім. Бұл символдық болар еді. Өйткені Альварес екінші қазақстандықпен жұдырықтасады. Бұл қосымша интрига қосады, дейді Санчес. Сарапшы мұндай жекпе-жек Канеломен 3 рет рингке кездесіп, бокс әлемдегі үлкен қызығушылық тудырған Геннадий Головкиннің спорттық мұрасының жалғасы болуы мүмкін екенін айтты. Санчестің айтуынша, Әлімханұлы дене бітімі екінші орта салмақ дәрежесіне сай келеді және бұл дивизионның көшбасшыларымен бәсекеске түсу алады. Еске салайық, 5 сәуір Астанада Жәнібек Әлімханұлы WBO және IBF тұжырымдары бойынша орта салмақта әлем чемпионы титулын сәтті қорғап, француз боксшысы Ануэль Мессиңді 5 раундта нокаутпен жеңген болатын. Ал Саул Альварес 3 мамырда өтетін кубалық Уильямс Көлмен біреуге жекпе-жегіне дайындалып жатыр. Ал күзде ол тағы бір жұлдыз америкалық Трейс Кроуфордпен кездесуі мүмкін. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.